Барлықтарына ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Беко жайды бүгін мен қасымда достарым Кошмар, Factory және де Айс. Бүгін бізде қызықты видео болмақ, потому что біз бүгін рейтинг ойнап, кім бірінші өледі, сол өлең айтып береді. Иә, Кошмар өлең айтады. Ал кеттік ал. Видео басталды. Короче, кеттік ал, кім бірінші өледі деп ойлайсыңдар? Кім Айс өледі да лақтырып кетеді. Айс тақпақ айтып береді, бізге қыз аю отыр дегенді айтып береді, аю. Кім Кошмар коробканың артынан отырмаған? Ондай болмайды ғой. Таза ойнау керек, таза ойнау керек. Сондықтан шықсай Кошмар. Хотя бы аю отырып патронды айтып бере саласың да, болды сонымен. Өлең тақпақ. Иә. Или болмаса подарок жібересіңдер. Подаркың жемаған жоқ. Ал отыр набыры. Ой, бля. Да, кім бар? Шықсын ол жынды ма мен жазып жүрмін. Катені өлтіріп жібереміз. Ой, бля. Олжас өлең айтып береді бізге. Өледі, Кошмар өледі, сосын бізге тақпақ айтып береді. Жазып жіберу деген жоқ. Иә, жазып жіберу жоқ, айтып береді қолыз. Әйтпесе подписчиктеріміздің бәрі Кошмар чоп дейді. Ой, біле ма? Кошмар тақпақ айтып береді, қазір өлең айтады Кошмар. Кошмар өлең айтып береді бізге қазір. Келіскенімізде бізде өлеңді кім айтып береді? Кошмар. Ал давай, Кошмар. Өнеріңді паш ет. Давай, басла. 1, 2, 3, давай. Барып едім қадалара, бір қосақан алдымна. Все, ары қарай бөлге. Вот, осындай қызықты видео болды. Давайте тіркеліп лайк қойып кетіңдер енді. Тіркелмеген адам сол